қонақтар, құрметті жарысқа қатысушылар, құрметті оқушылар. Міне, осыдан 20 жыл бұрын осы Ора Жандос мектебінің табалдырығын аттап үлкен өмірге қанат қағып кеткенбіз. Міне 20 жылдан кейін оралып, өзіміздің мектебімізге білім берген ұстаздарымызға рахмет айтып, алғыс білдіріп, осы қасиетті қара шаңырағымызға кішкентай болса да сый-сияпат жасайық деген құрметпен ауылға келіп қалдық. Жарысымызға қош келдіңіздер. Енді жарысымыз жақсы өтсін. Біздің осы бір сыныпта бірге оқыған 20 жылдық кездесуді ұйымдастырушы ұлдар мен қыздарды ортаға шақырайық. Кешкісін шығатындары бар. Қазір енді осы ауылдағы, қаладағы біраз қошемет білдіріп отырайық ағайындар. Спортшылар, саптал, түзел, тік тұр. Қазақстан Республикасының мемлекеттік туына қарап, сап түзе. Қазақстан Республикасы мемлекеттік киімін орындалсын. Және өмірден өткен сыныптастарымыздың рухына арнап, жаңағы Құран бағыштау рәсімін жүргізу үшін ауданымыздың бас имамы Исаболұлы Манап ағамызды ортаға шақырамыз, бауырымызды. Ассаламу алейкум, жалпы ағалар, бауырлар. Алла разы болсын, міне ауылымызға, ауданымыз келіп, ауылымыз гүлденіп, міне мектептің табалдырығын кеше осы бүлдіршіндер сияқты осы мектепте оқыған түлектер бүгін міне 20 жылғы артқа тастап осы мектепке келіп отыр. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ فَكَذَّبُوا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا Өзіңе пайғамбарымызға салыстырып отырсаңыз Аллахым сен кешірімді, мейірімді, рахымды Алла. Әуел өзіңнің разылығы үшін оқылған Құр'аннан болған сауапты өмірден өткен барша мүмин мұсылмандарға, осы Нарықолда қабірстанның айналасында жатқан ата баба ағайын туған жақындарымызға, және де Керімқұлова Жаухар, Тұрғанбаева Гүлфара, Жалбиз Мұрат, Әбітханов Елзира, Сәлімбаев Мәрлен алтатылған осы бауырларымызға арнайы бағыштадық. Аллахым жатқан жерлерін жайлы, жандарын жәннатта, тәнден рахатта, өз рахметінде, пайғамбарымыздың шапағатында болуды нәсіп ет. Артында қалған жақын жан достарының арнайы түрде осы өткізіп жатқан шараларын оқып жатқан Құранымызды қабыл ет. Отбасыларына амандық, денделіне саулық бер. Елімізді аман, жұртымызды тыныш қыл. Аллахым елімізге береке, бірлік бер. Келесі жылы Рамазан айына баршамыздың аман есен жетуімізді нәсіп ет. Мерекеміз құтты болсын. Соны ұйымдастырып жатқан 82-ші түлектерге рахмет. Ауылын ұмытпай, мектебін ұмытпай, еске алып бірге осындай шара жасап жатыр. Көп рахмет берік сендерге. Енді Ылғида ауылымызда осындай той болсын. Мынау Рамазан айында жақсылық шара өтіп жатыр. Оразамыз қабыл болсын. Ылғида осындай жұптарың жазылмасын. Біздің жолды берсін. Бізде
5 жыл, 10 жыл, 15, 20, 25, 30, 35 жылдық бәрін атқардық. Сондай ұйымшыл болыңдар. Ылғи бір жеңнен қол, бір жағадан бас шығаратындай сондай ұйымшылдықтарын ажырамаса бәрі болады. Ауылымыз көркейе берсін неке, ауданымыз кеп қуанып жатырмыз, көшелеріміз жасалып, свет орнатылып, құрылыс жүріп, сондай ауылымыз көркейе берсін. Атсалысқандарына көп рахмет халықтың атынан. Достар, сіздерді көргенімізге бүгін өте қуаныштымыз. Осылай спортпен айналыса беріңіздер, ауылымыз көркейе берсін. Енді бірінші орын алған Сәтімбаева Амина. Залзападна орта мектептің оқушысы екен, биік шыңдардан көрінеді. Екінші орынды ұтып алған Әуезхан Ұлпан. Қазыбек Мерей. Ерболар арасындағы Оражандосов атындағы орта мектептің 1999 жылғы түлектерінің 20 жылдық кездесуіне арналған жүгіру жарысында бірінші орын алған үшін Сқали Арман марапатталады. Бас жүлде 10 мың теңге, саған арғалай жетелейтін осыдан мыңдаған долларлар ала береді. Бірінші орын алды. Екінші орын осы мектептің оқушысы Асхат Хабиби. Құтты болсын, қошеметтеп қояйық, жарайсыңдар. Үшінші орын қайда? Үшінші орынға ие болған Бақытжан Жарас марапатталады. Жандос мектебінің оқушысы. Волейбол бойынша өз ресмінің мәнінде өтеді. 6 команда жиналып отыр. 2 подгруппаға бөлінеді. Соңында 2 команда бірінші, екінші орын алғандар группа ойнайды. Игра бой. Бірінші топ. Райымбек еркін күрес. Соқпақбаев орта мектебінің командасы. Жандос командасының 20 жылдық қонақтары. Екінші топ 92 жылғылар Нарынқол. Ауыл жастары, Жандос орта мектебінің жастары. Рахмет. Футболдың ережесімен ерін сағамыз. Жігіттер, футболдан 8 команда шықты. А группасы жаңа спорт кешенінде қалды, мына орталықта. Екіншісі дом культураның алдына кетті. Соңғы жаңағы бір ойынға ойнаған адам екінші ойынға ойнамайды. Бір командадан екінші командаға. Жаңа заң солай. Соңғы 2 ойын финал тістік ойын жаңағыда кресна крес ойнаймыз. Соңғы ойын жаңағы жігіттер ничья болмайды. 5 минуттан дополнительный береді и финал дейміз болды.
бүгінгі 20 жылдық бітіру жаңа түлектердің құрметіне өткізген жарысымыз өз мәресіне жетті. Енді жарыс өте тартысты өтті десек болады. Командалардың бәрі мықты, слабый команда жоқ. Сондықтан енді жеңіске жеткен командаларды құттықтайық. Соның ішінде жаңағы ерекше ойын өрнегін көрсеткен командалар Мадақтама Ораз Жандосов атындағы орта мектептің 1999 жылғы бітірген түлектерінің футболдан ұйымдастырылған жарыста үздік шабуылшы аталған Ақылбаев Манас марапатталады. Осы жарыста үздік қорғаушы атанған Мұқаш Талғат марапатталды. Сіз деген ана садикте жүрген кезде осы ауылдың намысын қорғап жүрген, жарты ғасыр доп теуіп жүрген братан деп айтылады. Тура осындай тақырыпта үздік ойыншы атанған Марат Жәнібей. Үздік ойыншы атанған Мұқашев Әкімбек. Екінші рет аласасын. Үздік шабуылшы атанған Жұмағұлов Абзал марапатталады. Үздік қақпашы атанған Төлебек Абылай. Достар аласыңыз. Ал енді кел. Үшінші орыннан Ал енді жігіттер, футбол ойыны өте тартыс болды. Кішкене енді шыны керек, мына төрешілік жағынан өзіміз сәл қате жіберіп қойдық. Айнаға біз келіскен жаңағы очко санамаймыз. Ойын тең болса, дополнительный уақыт қосамыз, одан кейін пенальти тебеміз, солай ойын шешеміз деген. Сонымен барып екі поражение ойнамайды деп осы жерде жарияланған. Біз енді ана жақта оны екі поражение болып кеткендерінің несін санамай круговой жасаттық та кішкене келіспеушілік жағдай болып қалды. Сондықтан енді екі поражение санасақ, жаңағы кімдер ағайынды Ақылбаевтар шығып отыр. Сондықтан енді бұл жерге жігіттер ақша үшін келгеніміз жоқ, доп үшін келіп, ережеге бәріміз бағынамыз. Анаполияға бөлек, монополияға бөлек емес, бір жерде айтылған дүние бәріне қатысты. Сондықтан енді егер біз жақтан кішкене кемшіліктер кетсе, оған кешірім өтінеміз. Поляда қалсын бәрі, реніш өкпенің бәрі. Енді жігіттер действительно достойно ойнады, еңбегі бар, бағалау керек. Ораз Жандосов атындағы орта мектептің 1999 жыл түлектері 20 жылдық кездесуіне арналған футбол жарысында 3-ші орын алғаны үшін ағайынды Ақылбаевтар марапатталады. Екінші орын. 20 жылдық кездесуіне арналған футбол жарысында 2-ші орын алған үшін Нарықол командасы. Байқол ма? Байқол командасы. Байқол командасы марапатталады. Байқол, Нарықол, разница жоқ қой. Міне 30 мың. Қазір кетпеңіздер, естелікке, суретке түсіп алайық артынан бәріміз. Бірінші орын алған. Осы жарыста енді футболда бірінші орын алған өздер жастары келген үлкен жігіттер болса да 40-тан асып 50-ге кетіп қалған. Міне до конца ойнап, жігітше ойын көрсетті, доказать етті, ұтты, міне ешқандай не жоқ. Міне бірінші орын алған Нарықол командасы марапатталады. Бірінші орынға міне 50 мың теңге. Кездесуіне арналған волейбол жарысында 3-ші орын алған үшін Нарықол 92-ші жылғылар командасы марапатталады.
Осындай тақырыпта волейбол жарысында екінші орын алғаны үшін ауыл жастары командасы. Әде ашып беріп жатырмыз, біз кем кетіп қалып деп ойлап қалдым. Енді осы волейбол жарысында мына Марат Баядабек күрестен тренер болған кезде өзімнің шәкіртім болған күреске қатысып артынан волейбол спорт сосын мына өзімнің ағаларым Айбар, Радилар бар, солар өздері жиналып енді 20 жылдықтың намысын қорғайық, енді волейболдан команда жоқ болып қалмасын деп міне бауырлар бізге жаңағы поддержка жасап жатыр. Волейбол жарысында бірінші орын алған Оразжандос 1999 жыл түлектері дейді енді, бірақ енді осы кісілер 50.000 теңге. Ал енді мына ортадан Талғат братан өзіңіз бір Ертіс братан Талғат Ғани кейде бір тілек айтыңдар мына ауыл жастарына. Ауылдың жастарын кеп көтеріп бір марқайтып жасап жатыр ғой. Ол мәселе бұл жерде ақша ие болмаса неме емес. Бұл жерде мысалы біздің мына жастар іріктелу керек та. Сыртқа шығып ойнау керек. Соған іріктелу. Мына жерде жаңа кішкене анау болып жатыр, жастардың арасында кішкене түсінбеушілік болып жатыр, оған кешіріп қою керек, кешірімді қарап. Ораза ғой, жақсы бәрі. Біздің команданың бірінші орын алған себебі 8 балада ораза. 8-де ораза. Сол үшін біз бірінші орын алып тұрмыз. Намазға да барып, жұма намазға да барып көріп, кейбіреуі дәрі тамағымен отырды да қалдыр енді. Оған кешірімді ойындар. Ал мына жерде жарыста кішкентай кемшілік или айғайлар санауында болса, біріміз шешіп қою керек. Айым жандарыңа денсаулық тілеймін, мына ауыл жастары көтеріп биіктерден көрінсін спортта. Жарық тапқан денсаулық тілеймін, мына биіктерге рахмет. Келесі 20 жылдықтарда осындай ұйымдастырып, жақсы биіктерден көрінсін. Рахмет. Оразамыз қабыл болсын. Оразамен тұспа-тұс келіп жатқан 1999 жылғы түлектер 20 жылдықтарға рахметімізді айтамыз. Өстіп келіп ауылымызды бір дүрсін тындырып жатыр. Олар ақшаларын қалталарына салмай, міне спорттан үш түрінен өткізіп жатыр. Жүгіруден, оқушылар да риза, футболдан, волейболдан өткізіп жатыр. Жылда енді волейболдан өткізіп өздеріңіздер білесіздер ғой, жылда футбол болатын. Не волейбол қосып жатыр, арт жаққа жүгіруді қосып жатыр. Арт жақтағы інілеріне тәрбие беріп жатыр деймін. Бай қуатты болайық, жеңісті күндерде жолыққанша аман болайық. Осылай, 20 жылдарға рахмет. Ал енді жігіттер, мына кубокпен, немен, балалықтың ойы ізі қалғанда, шаттық көтің есте жүрсін ойна басы қатқанда, сыбырласып бала қашып үйе салған келдерді. Ұстаздарына анасында еркелеп балалық шағын алаңсыз өткізген жас түлектердің мектебімен, әліппеден бастап өмір заңдарына дейін үйреткен ұстаздардың шәкірттерімен қоштасу мерекесі. Соңғы қоңырау мерекесіне қош келдіңіздер. Қарсы алыңыздар, алдыларыңызда Бензимдинова Мадина Еркешқызы, Мұқат Ахмет Елжасқызы, Нұрманбет Арай Ғалымқызы, Сенсізбай Айбек Қайнарұлы, Сенсізбай Әлібек Ермекұлы, Есенова Назым, Асқат Қанат Асқатұлы, Бақыт Жанат Қайратұлы, Көкек Құндық Нұртайқызы, Шоқан Дариға Серікқызы, Топтасын Айдана Ғабитқызы, Мұрат Әнел Мұратқызы, Сәрсенбек Айгерім,
Талғатқызы. Алдарында сан тарау жолдары бұғықтыр, бәр ертеңгі азамат болғалы тұр. Үлкен өмір есігін ашпақ міне, келген қауым қол соғып, қолда бүкіл. Мектеп директоры Шакет Нұрбақыт Дәулетбайұлына беріледі. 2018-19 оқу жылының аяқталу құрметіне арналған болашақ жастардікі атты салтанатты соңғы қоңырау жиынын ашық деп жариялаймын. Жазың 20 көктем, 20 жыл осы шақты жырлап өткем, 20 жыл жатыр сонда бар тағдырым, қасқағым болғандай-ақ зырлап өткен. Күн келді, түлек әні шырқалатын, тарихтан 20 жылдық нұр таматын, келді олар артта қалған балалықтың, ән қылып көтерсем деп шырқабатын. Қазіргі жаһандану дәуірінде әлемдік бәсекелестік заманда ұлт болып жұмылуымыз, ынтымақта болуымыз ең басты шарт. Ал осындай биік қасиеттер ең алдымен жастардың тарапынан шығуы керек. Кәсіби шеберлік, отансүйгіштік, еңбекқорлық, ауызбірлік секілді ұлтымыздың ұлылыққа бастайтын асыл қасиеттің барлығы ең алдымен жас буынның бойынан табылуы тиіс. Құрметті қонақтар, 20 жыл түлектерін қарсы алайық қане.
Райымбек ауданының білім бөлімі мемлекеттік мекемесінің Ораз Жандосов атындағы орта мектебі, мектепке дейінгі шағын орталығының және Қостөбе бастауыш мектебінің коммуналдық мемлекеттік мекемесі 2018-19 оқу жылын 264 оқушымен бастады. Сынып комплексті 1-11 сыныптар аралығында 17, мектеп аяқтаралық сыныптары 2 болды. Ондағы тәрбиеленушілер саны 37. Барлық 19 сынып комплектісінде 301 оқушы оқу тәрбие процесін алды. 2018-19 оқу жылының қорытындысы бойынша оқу озаты 85, оқу екіншісі 108, 9 сынып бойынша 2 оқушы Қайрат Ағыныр Қайратқызы, Байдәулет Әсем Кенжеқызы үздік аттестатқа үміткер. 11 сынып бойынша Бақытжан Жанат Қайратұлы, Мұрат Анилия Мұратқызы алтын белгісіне үміткер болып отыр. Қымбатты Ораз Жандосов атындағы орта мектептің оқушылары, бітіруші түлектер, аяулы ұстаздары, қонақтар, сіздерді мына оқу жылының аяқталу мерекесіне арналған салтанатты күндеріңізбенен, қуанышты күндеріңізбенен шын жүректен құттықтаймын. Қымбатты бітіруші түлектер, енді сендер балалық шақтарыңмен қоштасып, болашаққа қадам бастыңдар. Енді бозбалалық және бойжеткендік қадамдарыңа Алланың нұры жаусын. Өмірдің кез келген қиындығына төтеп беріп, болашақта мектептің абыройын асқақтатып, тестілеріңді жоғарғы балмен бітіріп, аңсаған армандарыңа жетулеріңе, және де биылғы 2 түлектің алтын белгі үміткер екеніне қуаныштымын. Армандарың орындалсын. Абыройларың асқақ, мерейлерің үстем болсын. Қымбатты оқушылар, отан отбасынан басталады дейді ғой. Отандарыңды сүйіңдер. Болашақта туған елге туыңды тік деп ата-бабамыз айтқандай, биылғы мына 1999 жылы осы мектепте бітіруші түлектер келіп мектепке көптеген салауатты өмір салтын қалыптастыруға арналған игі іс-шаралар өткізіп, ауыл тұрғындарын, оқушыларды, жастарды жақсылыққа үндеп отыр. Мен қуаныштымын. Бұларға сабақ берген ұстаздары, осы 82 жылғы түлектерге ұстаздары бүгінгі күнде қонақта отыр. Қымбатты балалар, айта кетсем, Бәтихан апай 3-ші дәрежелі даңқ орденінің иегері, сынып жетекшісі болды. 5-ші сыныптан 9-ші сыныпқа дейін, 9-ші сыныптан ары қаратай 11-ші сыныпқа дейін мен 33 баланы аяқтатып, өмір жолына аттандырып шығарып салғанбыз. Бүгін мінекей алларыңа келіп тұр. Сонымен бірге тағы да сабақ берген методист ұстаз Айтақынова Әли апайларың, орыс тілі мен әдебиетінен берген, физикадан берген Байдылдаева Тұрсынхан апай. Мінекей ол кісілердің ұстаздардың еңбегі жанып, бүгінгі күні сол бітірген түлектердің көбі жоғарғы білімді, өздерінің армандары орындалып, әр түрлі салада өз маманының хас шеберлері болып, түрлі қызметтері атқарып жатыр. Кәсіппен айланысқандары кәсіпті шырғыбөлек айландырып, елдің экономикасын арттыруға үлестерін қосып жүрген мықты түлектер. Сендер нағыз үлгі алуға болатын түлектер келіп отыр. Қош келдіңдер, қымбатты 20 жылдыққа келген түлектер. Рахмет. Келесі сөз кезегін ардагер ұстазымыз Төлегенова Батихан апайға береміз. Құрметті Жандосов мектебінің ұжымы, ата-аналар және оқушылар, бітіруші бүгінгі күні мінекей қанатын қағып ұшайын деп отырған бітіруші түлектер. Сол сияқты осыдан 20 жыл бұрын Алтынүйе мектебінде балалығын істеп жүрген, еркелеп жүрген түлектеріміз бүгін ер жетіп есейіп, қанаттарын қағып, әр салада жұмыс істеп, өте ақылды, өте инноватты балалар екенін көрсетіп, бүгінгі күні Алтынүйе мектебіне қайта оралып, балалық шақтарын есіне түсіріп отыр.
сәт сапар 20 жылдық кездесуге келген оқушыларым. Енді мына жерде қарап отырмын, жарты оқушы оқу озат екен. Арғаратай оқуларын осылай жалғаса берсін. Бұның барлығы ұстаз бен ата-ананың еңбегі деп білем. Сол ұстаз бен ата-ананың еңбегі жана берсін. Ал енді 20 жыл кездесуге келіп отырған балаларымды мен 5-ші класстан алдым, Бабаева Жамал деген ұстаздан. Міне содан 9-ші класста аяқтап Зақанға беріп кеткем. Міне 1 ай болды, сол балалармен қауышып жатырмыз. Біз балалардың өте ақылды болғанын, өте жаңағы барлығының маман есі болғанына өте қуаныштымыз. Адам ісімен көріпті, алма жемісімен көріпті дейді ғой. Сондықтан жаңағы біздің ісіміздің текке кетпегендігін, осы балалардың сондай керемет, жақсы адам болғанына біз қуанып, сол еңбегіміз текке кетпепті. Осы Жандос мектебінің бүткіл коллективі, бүткіл жаңағы ұстаздарының еңбегі бекер кетпегендігін, осы балаларымыздың жүріс тұрысынан 1 айдан бері мінекей біз осы балалармен жүріп жатырмыз, содан байқап жатырмыз. Сәт сапар тілеймін. Сіздерге де мына оқушылар, мінекей қадамын жаңаттаған оқушылар, өстіп Алтын Ұя мектептеріңді ұмытпай, ұстаздарыңды ұмытпай, әр уақытта құрметтеп келіп тұрыңдар. Енді осы мектептің ұжымын басқарып отырған мына Нұрбақыт Шәкеновке, сол сияқты басқа ұстаздарға өзім рахмет айтамын. Бұл мектепте мен де 20 жыл істеп кеттім. 77 жылы осы мектеп алғаш ашылғанда мына теректің бәрін мына қолмен отырғызғанбыз. Міне қарап тұрсыңдар, енді теректер қалай самсап тұр. Иә, солдай еңбектің жанған деп есептеймін. Сол барлық ұстаздарға еңбектеріңіз жемісті болсын, ата-аналар денсаулықтарыңыз жақсы болсын. Мына келіп отырған 20 жылдыққа келіп отырған балаларым аман есен отандарыңа оралыңдар, қызметтеріңді жақсы атқарыңдар. Барлық түлектерге сәт сапар тілеймін. Songo sonarao, songo labyrinth.
Қымбатты менің құрбы құрдастарым, бүгін біз үшін қоңыраудың сиқырлы да сәздәуені соңғы рет соғылмақ. Бұл қоңырау бізді өмір деп аталатын алып күре жолдың төскейіне шығарып салатын қоңырау. Бізді қаншама жыл оқытып, білім берген, тәрбие берген аяулы мектебіміз бен құрметті ұстаздарымыз іштей тілектестік білдіріп, сәт сапар тілеп тұрғаны сөзсіз. Алтын ұя мектебімізбен бізді 11 жыл бойы оқытып, тәрбиелеген аяулы ұстаздарымызбен қоштасқалы тұрмыз. Енді біздің құлағымыз күмбірлеген күміс қоңыраудың үнін естімейді. Енді біз мектептің ауласында жарыса жүгіріп, мектебіміздің парталарында таласа тармаса отырмаймыз. Енді біз 11 жыл бойы біздің еркелігіміз бен тентектігімізді көтерген апайларымыз бен ағайларымыздың сабақтарында отырмаймыз. Тақтаға шығып сабақ айтпаймыз. Қымбатты менің сыныптас достарым, біздерді алда үлкен сын күтіп тұр. Сол сыннан сүрінбей өтіп, ұлттық бірыңғай тестілеуден абыроймен өтіп, жоғарғы балл алып, Қазақстанымыздың білікті бір маман атануларыңа тілектеспін. Ал алтын ұя мектебіміз бен аяулы ұстаздарымызды жүрегімізде мәңгілік ұмытпай сақтаймыз. Қымбатты достар, мен сіздерді бүгінгі мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтай отырып, өмір деп аталатын алып күре жолда тек қана сүрінбеулеріңізге тілектеспін. Тағдырларыңыз жұлдызды болып, арман деп аталатын асқар таудың биігінен көрініңіздер. Қадірлі ұстаздарымыз, ал біз сіздер берген тәрбие мен тәлімді әр уақытта ұмытпаймыз. Сіздерден бөлініп ыстық ұядан шыққан сәтте де аяулы мектебіміздің атына кір келтірмей, дақ түсірмеуге әр кезде сіздерді сендіргіміз келеді. Біз сіздерге әрдайым мықты денсаулық, отбасыларыңызға береке, еңбектеріңізге жеміс тілейміз. Барлық уақытта да шәкірттеріңіздің ыстық ықыласына бөленіп жүре беріңіздер. Аяулы ұстаздар, сіздер жасаған еңбектеріңіз үшін түлектер атынан мың алғыс білдіреміз. Қошеметтеңіздер, құрметті қонақтар, оқушылар, ата-аналар. Уайымсыз, қайғысыз, бақытты балалық шағын және оқушылық өмірін мектепте қалдырып, үлкен өмірге жолдама алып отырған жас мектеп түлектеріне Орожан Досов атындағы орта мектептің ұстаздары атынан сәт сапар тілейміз. Солай дей келе, міне дәл бүгін қимастықпен қоштасып отырсаңдар, осыдан 1999 жылы 20 жыл бұрын бітірген мектеп түлектерінің жолын беріп, Құдай 20 жылдан кейін осындай кездесуге нәсіп етсін дей келе, кезек салтанатты жиынымыздың жабық деп жариялап, екінші кезеңіне кезек берейік. Оның көңілі кеңдігіндей даламның, мен жансам ұстазымша жанамын, үлкен дейді кейде мені басқалар, ұстазыма бәз баяғы баламын демекші. Осыдан 20 жыл бұрын жүректері лүпілдеп, мектеп қабырғасынан өмірге жолдама алып шыққан ұл қыздарымыз бүгінде ойы толысқан, ер жеткен аға апаларымыз болды. Ендеше 20 жылдық түлектерді ортаға шақырайық кәне. Өзіңіз сіздер 1999 жылғы түлектер, ортаға шақырамыз барлығыңызды.
және жас түлектер. Мен сөзімді бастамас бұрын мына жердегі жаңағы жас балапандарға қарап риза болып тұрмын. Бәрі оқу үздігі, бәрі оқу азаматы ожаттары. Мен сенемін, что келешекте сіздердің орталарыңыздан президент те шығады, министр де шығады, және білікті бір маман иелері хирург шығатынына мен сіздерге сенемін. Және де бүгінгі түлектерімізге айтатын тілегім, құрметті іні қарындастар, бізде сіздердей болғанбыз, сіздерде біздердей болуды нәсіп етсін. Алда келе жатқан ұлттық бірыңғай тесттен сүрінбей өтіп, ата-аналарыңыздың, ұстаздарыңыздың ниеттерін ақтап, жоғарғы білім маманы болуға тілектеспін. Мектебің мынау классың, осында 10 жыл тұрасың, тардай болып кіресің, таудай болып шығасың деп Ақиық ақын Мұқағали атамыз айтқандай, 20 жыл өткеннен кейін бәріміз бірігіп, 20 жылдық кездесуді осы сіздердің қатарларыңызда апайларымызбен бірге өткізсек деп шештік. Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға деп Абай атамыз айтқандай, алғыс тілегімізді осы ұстаздарымыздан бастасақ деп отырмыз. Ұстаздарымыз деп айтуға келмейді, өйткені бұл кісілер бізге сабақ берген кезде әрқашан оқушы деп айтпаған, бізге баламыз деген. Сондықтан екінші аналарымызды атап өтсек, бастауыш класстан Батихан апайымыз, Жамал апайымыз, және марқұм Аниса апайымыз бар. Содан кейін жоғарғы Тұрсынхан апайымыз бар, кешірерсіз. Содан жоғарғы Зақан апайымыз бен Гүлдан апайымыз бар. Сіздерге алғысымыз шексіз, әрқашан дендеріңіз сау, бала-шағаларыңыздың қызығын көріп жүре беріңіздер. Көріп тұрсыздар, сіздер берген балалардың ешқайсысы жаман болған жоқ, бәрі жақсы, ниетті үміттеріңізді ақтап деп сенеміз. Олардың ішінде ұлттық қауіпсіздік комитетінде істейтіндер, мемлекеттік кіріс комитеті, хирургтар, терапевттер, ұстаздар, бизнесмендер, жаңа ауылды көркейтуге атсалысып жүрген ауыл азаматтарымыз да бар. Сіздерге көп рахмет. Өздеріңіз біліп атқандай, кешеден бері осы 20 жылдықтың шарасында, кеше оқушылар арасында спорт, салауатты өмір салты арқылы жарыстарымыз өткіздік. Ол жерге жас бүлдіршіндеріміз де қатысты, ағаларымыз да жаңағы волейбол, футболдан жарыс болды. Бәріне ақшалай сыйлық берілді. Кішкене толқыттым, шыны керек көрдім. 20 жылдықта естігеннен кейін бұрын кішкене есейгенін білмеді екенсіз. Басында білінбей жүрген. Сол оқымай істеп шыққан негізінде. Осы жарыстарда көп атсалысып, мектебіміздің ұжымына, сонымен қатар мектеп директоры Нұрбақыт Дәулетбайұлына көп алғыс білдіреміз. Сіздердің ұжымдарыңызға тек қана жақсылық, осындай оқу озаттары көп болсын, түлектеріңіз әрқашан жоғары жақтан көріне берсін дегіміз келеді. Және де осы 20 жылдықты өткізіп жатқан жігіттердің атынан сізге кішкене сыйлығымыз бар, қабыл алыңыз. Шаңырағымыздың қазіргі иесі Нұрбақыт ағамызға мың алғыс. Армысыздар, құрметті ұстаздар мен оқушылар. Бірге жүрдік, 11 жыл бірге ойнадық, бірге оқыдық, 11 жыл бірге ойладық. Қас қаққанша 20 жыл міне өтіпті, бүгін міне түлектер кездесуді ойладық. Ай мен жыл өтіп, арқалап келем, сағынып дейтін жүк бауыр. Тербетіп жатқан шарт өлең, Нарынқол құтталы деп, 1999 жылғы жазында болашаққа үміт артып, арманымызды арқалап ауылдан қалаға кеткенбіз. Бүгін ауылымызды үлкен сағынышпен қайта оралдық. 20 жыл, 20 жазың, 20 көктем, 20 жыл осы шақты жырлап өткем, 20 жыл жатыр сонда бар тағдырым, қасқағым болғандай зырлап өткен. Сол арман қуған түлектер бүгінгі күні бір елдің азаматы, бір отбасының берекесіне айналып отыр. Осы ауылдан нәр алып, осы мектептің қанаты қайтаймаған түлектеріңіз, өздеріңіз азаматтығын көрсетіп, өсіп келе жатқан ұрпаққа үлгі көрсету және туған ауылымыздың сағыныштарын басу мақсатында бүгін осында бас қосып отырмыз. Сағынышқа толы 20 жылдық кездесу кешімізді ұйымдастыру барысында
Адамдық борышың халқыңа еңбек қыл, ақ жолдан айнымай ар сақта соны біл деп шәкәріміз айтамыз айтпақшы. Осы ауылдың ауасымен тыныстап, суынан қуат алып өскеннен кейін шамамыз келгенше осы ауылға бір қызмет етуді өзіміздің азаматтық борышымыз деп санадық. Осы мақсатта туған жерімізге, яғни мешіттің қасынан асхана салуды бастап етіп отырған Нарынқол қайырымдылық қорының тобына 170 мың теңге қаржылай көмек берілді. Кендетпестен тәрбие тағылымнан, талай шәкірт ұшырдың бауырыңнан, сол еңбектің арқасы шығар бәлкім, қыздан тәлім байқалса қаным олдан. Алтын ұя мектебіміздің тәлім тәрбиесінің арқасында осы күнге жетіп, осы күнде бәріміз бір мықты маман иесі болдық. Дұрыс айтасың, Ақмарал. Осындай тәрбиенің, білімнің ортасы мектебімізге алғысымызды білдіре отырып, 1999 жылғы түлектер атынан саламатты өмір салтын дәріптей отырып, спорт, денсаулық кепілі демек мектебімізге үстел теннисі қабыл алыңыздар. Теннисный стол. Мектебімізге деген алғысымыз және мектеп намысын қорғау үшін аудан аралық жарыстарға келетін біркелкі спорт киімі, яғни волейбол, футбол ойындарына арналған спорт киімі. Және достар, әрдайым бірінші орын алып, биіктерден көріне берсін Оражандос мектебінің түлектері. Осы сыйлықты мектеп директоры Нұрбақ Тағайға аманат етеміз. Құрметті ауылдастар, қымбатты ұстаздар және достар, біздердің сіздер үшін жасаған шын сыйлықтарымызды қабыл алыңыздар. Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға деп Абай атамыз ұстаздың еңбегін жоғары бағалаған. Расында да, ұстаз өз шәкіріне де аянбай білім беруден ешқашан жалықпаған. Ендеше 20 жылдық мерейтойды ұлағатты ұстаздарымызды неге атамасқа. Бастауыш сыныпта А сыныпты Бабаева Жамал апай, Б сыныпта Сәлімжанова Тұрсынхан апай, В сыныбында марқұм Әнис апайлар оқытты. 5-ші сыныптан Батихан апай, Б сыныбына Гүлден апай, 9 сыныптан А сыныпта Жахан апай жетекшілік жасады. Құрметті Жамал апай, сіз бізге алғаш қалам ұстаттыңыз. Ертегімізді түзеп, ақылымызға ақыл қосып, болашаққа бағыт бағдар бердіңіз. Сол үшін сізге мың алғыс. Әріпті алғаш танытқан, ақылды бойға дарытқан, көзімізді ашқан білімге біз үшін сіз алып жан. Құрметті Жамал апай, сіздің біз үшін еткен еңбегіңіз өлшеусіз. Әйтсе де мына шәкірттеріміздің атынан мына сыйлықты қабыл алыңыз. Осы алтындай жалтырап, әрқашан өзіңіздің ортаңызда қымбатты жан болып аман есен жүре беріңіз. ішінде жаңағы бастауышта оқыттым, одан кейін 9-ға дейін оқыдым, бір класста. 9-ға дейін оқыттым математикадан. Сол оқыған, мен оқыған 19 бала енді кейінгі балалар қосылды. Соның барлығы да жоғары білім алып шықты. Мақтан ететіндей артындағы осындай шәкірттерге өсіп, өзіме мақтан болып жатыр. Сол кезде мынандай кездесуде кездесеміз деп ойлағаным жоқ, бар бойымыздағы білімімізді осыларға дарып деп ойлаймын. Содан
Енді мен қазір отырыста отырып сендерге арнап өлең шығарып едім. Мұғаліммін, мұғалім болып ойланам, баламен де бала болып ойнағам. Шәкірттерім бестік алса мәз болып, көкірегімде нұрлы жүзім жайнаған. Бұл бастапқысы отырыста қалған оқып. Ол жасын соңға тастап кеткен, сендерге арнап өлең шығарып келген. Өлеңімді арған жалғастырып оқып беремін. Әлі де сендер картаға жүрсіңдер, қайдан 37 жастың мен сияқты 73-ке келсеңдер, сонда көресіңдер. Міне, балалар, әлі де ойлаған мақсаттарыңа жете беріңдер. Осындай ынтымақтарыңа туған жердің топырағына келіп, осындай дәреже көрсетіп тұрғандарына мыңдар рахмет. Ұстаздардың атынан да мыңдар рахмет. Осы бір мектепте істеліп, шіркін қандай керемет ұстаздар болып, тату тәтті өмір сүрдік әдесіңше, сол еске түсіп, мен даже жылағым да кетті. Ары қарай жалғастырайық. Жиналған екі кластың оқушылары, түлектері ендігі осы жерде Тұрсынхан апай сәлем жолдап қоямыз. Осы ең алғаш осы мектеп табалдырығын аттап, қазіргі тұрған бүлдіршіндердей болып келген сәтімізде сіз бізді қабыл алып, еркелігімізбен, тентегімізге бағытталдар беріп, осы өмірге деген, өмір жолымызға дегеннің негізін қалап, өзіңіз себепші болғансыз, сіздерге ұстаздарымызға үлкен алғыс. Еңбектеріңіздің енді зейнетін көріңіздер, ауырмаңыздар, ал сіздерден кейін осы сіздерден тараған ұрпақтарға сіздердей әрқайсымыз ұстаз болуға өмірге алдағы уақытта сіздер сияқты қартаюға бізге нәсіп етсін дейміз. Одан кейін үйретіп әріп сырын сөзімдердің тәрбие еңбегің зейнет болсын басын ұстаз, қазіргінің батыры өзіңдермен. Мұнда аялды ұстаздарым, сіздерге мың алғыс, сіздердің соңғы қонақыңыз құттықтаймын. Апай күзде ұстаз болу, жүрегіңнің бақылдығы, ұстаз болу сезімдігің, ақылдығы, ұстаз болу сезімнің күн шуағы, азбайтын адамның ақылдығы. Енді күшті қарайды Масаларымыздың бәріне рахмет айтамыз. Және де осы бізде биология сабағына көрген Батихан апайымыз ортаға тартысақ келеді. Бізге білім бергендеріңізге рахмет. Біз сіздердің арқаларыңызды осылай биіктерде жолып жүріп жатырмыз. Басынан сипат мөлмен, білімнің сырын үйреткен, тамаша көңіл күймен, жаманның жолын үйреткен. Бізден Батихан апайымызға үлкен рахметімізді айтамыз. Сіздерге үлкен алтын шақырымызды сыйлық етуге қашыға. Оражанда соғына орта мектептің ұстаздары, ардақты оқушылары, мектеп түлектері сіздерге бүгінгі мерекелеріңізге шын жүректен құттықтаймыз. Әуелде оң мен солымызды танымай келген кезде бізге білімін беріп, ненің не екенін үйреткен Тұрсынхан апайымыз болса, бала шақтан болашаққа бізге ниетімен, бар махаббатымен, бізде бар жан күшін салып, өмірлік бір жақсы жол көрсеткен апайымыз, класс жетекшіміз Гүлжан апай. Сіздерге мыңда бір алғыс. Бағана қыздар балалар айтқандай, біз сіздердің үміттеріңіз ақталып деп толық сеніммен айта аламыз. Барлығымыз осы жерде тұрған қыз жігіттер. Қар біткен бізге бар күшін, арнаған жүздің жат күшін, еңбегін берген өлшеусіз қоғам сағаттың Гүлжан апай сізге мың алғыс.
Ал енді бүгін құрметті ауылдастар, мектеп бітіріп жатқан түлектер, сіздердің қадамдарыңызға гүл бітіп, әрқайсыңыз өмірде өз жолдарыңыз тауларыңызға тектеспіз. Және де бізге сынып жетекшіміз болған Зақан апай ортаға келсеңіз. Ал енді Зақан апай, бізге бар ақылдарыңызды үйретіп, өстіп өмір жолына аттандырғандарыңыз үшін мыңда бір рахмет сіздерге. Әрқашанда осылай еңбектеріңіздің жемісін арам ойнап күліп, мына 20 жылдық емес, 25 жылдық, 30 жылдықта да өстіп біздің арамызда бірге қарсы алып жүре беріңіз, денелеріңіз сау болсын. Құрметті ұстаздар, бүгінгі мерекелеріңіз құтты болсын. Сіздердің істеп жатқан еңбектеріңіз ерлік, сіздер батыр адамсыздар. Бонжур деп әр сабағын бастаған, әр балаға құрметпенен қараған, талаппенен тәртіпті текту етіп, өз бойынан мол ізгілік тараған. Захан апай, сіздей адам қайда бар? Құрметті ұстаздар және түлектер, бүгінгі барлығымызға ортақ соңғы қоңырау мерекесі құтты болсын. Бақыттарыңызға сәттілік тілеймін. Енді қазір біздің құттықтауымыз бізге басқа да пәндерден берген мұғалімдерді, ұстаздарымызды атай өтіп, соларды бір құттықтауға жөн көріп отырып, және оның ішінде бізді орыс тілі және орыс әдебиетінен беріп, біздің тілімізді сындырып, осы қазір жұмысымызға өте керемет пайдасын тигізген біздің керемет орыс тілі пәнінің ұстазы Али апай, сізді келдіңіз. Рахмет, онда сізге мәз болса, тұра беріңіз. Сізге өте рахмет. Сізге біздің атымыздан сыйлық, естен, орысша сөйлеп, жақсы жетістіктерге рахмет сізге. Алтынхан апай, сізге традицияны берді. Сіздерге көп рахмет. Сіз осындай неге жеткізгендеріңізге. Ұстазым, аспаныңыз ашық болсын, мерекеңіз үстем болып, асық болсын, тауларыңыз сіздермен жүз жас жасап, жамандық алты ашық болсын. Енді сіздер өстіп алдымызға отыра берсеңіздер, біз әлі 20 жыл 40 жыл алдарыңызда оқушы болып жүре береміз. Сіздің берген біліміңіздің арқасында тарихымызды танып, осы өмірден өз жолымызды тауып келе жатырмыз. Айналайын ұстазым, көрмей өмір қыспағым, білім алып өзіңнен болашаққа ұшқағым. Жетелеп бір алдыңда, дұрыс жолға салдыңда, жүрмін ғой қазір биікте, борыштың алдың. Кішкене сыйлығымыз. Құрметті ұстаздарымыз, алтын мектебіміз 20 жылдан кейін келіп, біз қатты қуанып тұрмыз. Сіздердің берген білімдеріңіздің арқасында әркім өмірде өз орнын тапты. Біз сіздерге мың алғыс айтамыз, басымыз иеміз, дендеріңіз сау болсын. Аман болыңыздар. Құрметті ұстаздар, сіздерге мың алғыс. Осы уақытқа жеткенімізге өте қуаныштымыз. Тұрсынхан апай, аудиографиялық қадам берген сізге мың алғыс. Оқу білім еліміздің тірегі, ұлағат ұстаз мектеп жүрегі. Аман болшы ауыл басшы ұстазым, шәкіртіңіздің сізге айтар тілегі. Алған сыйлығымызды қабыл алыңыз.
Ал енді біз келесі сыйлығымызды Гүлбану апайымызды кесіріңіздер атыңызға бізге тоқтымыз. Сәркеева Гүлбану, бұл кісі бізге химия пәніне келген, білесіздер, химия пәні өте қиын. Бірақ енді ол мен қатты жақсы көрдім. Шынге, мен оны мойындаймын. Бұл кісінің баласының аты Елдос, менің атым да Елдос. Ол айта кету керек, шын ғой, рас. Ал енді апай, қуанып тұрмын, толқып тұрмын. Біз қуаныштымыз. Сіздердің еңбектеріңіз ақтап деп ойлаймын. Барлықтарыңызда, барлық апайларыңызда. Енді әрі толтық айтыла береді. Құдай қаласа. Ал енді Гүлбану апай, бүгін байқап отырсыздар, анау шәкірттердің беріп жатқан сыйлықтар бекер емес. Әркім өзі көңіліне жақын, жақсы көретін ұстаздарына беріп жатыр. Әрбір түлектер біздің Елдос екеуміздің таңдап отырғанымыз бекер емес. Екеумізді химияда, биологияда өте жақсы көрдік. Апайымыз да бізді өте жақсы көрді. Сіздің орныңыз біз үшін әрқашан ерекше. Бар ғұмырын химияға арнаған, ол білмейтін ешбір элемент қалмаған Гүлбану апай, сізге мың алғыс. Химияны ойға тоқып үйретуден қалмаған. Мың алғыс сізге. Сіздің арқаңызда кәдімгі дәрігер болып келесі Индира келе беріңдер. Индира. Неміс тілі пәні үлкен апайымызға мыңда бір алғыс. Ал енді құрметті қонақтар, құрметті ұстаздар, кішкене енді сіздердің уақыттарыңызды алсақ кешірім өтінеміз. Өйткені бізде сіздер сияқты осы мектепте қанат қағып ұшып кеткен 20 жыл бұрын. Осы мектепті сағынып, жете алмай, бүгін сағынып келіп отырмыз. Сондықтан кішкене уақыттарыңызды алсақ кешірім өтінеміз. Мынау айтады екен ғой, бір әріпті үйреткен ұстазыңа 40 жыл тағзым ет дейді екен. Сондықтан мына ұстаздардың жаңағы еңбегі әрқашанда зор. Біздің Жандос мектеп біз оқыған кезде өте мықты ұстаздар болған. Содан кейін бізде мықты ұстаздар шығып жатыр. Біз мектепте оқыған кезде біз ең бірінші орында тұратынбыз. Біз спорттан да бірінші орында тұратынбыз. Біз қандай конкурс болса да бірінші орында тұратынбыз. Жандос мектептің ішіндегі 11-ші кластағы ең мықты жігіттер мен ең мықты қыздар болып бітірген. Біздің артымызда қазір енді Аллаға шүкір жақсы чемпион Қазақстандар шығып жатыр. Ана Оңғарбек, Дамир, Найманбаев, Бағжан, міне қазір кеше ғана Румыниядан осы мектептің түлегі жаңағы оқушысы әлі Иманжан Жәнібек Румынияға барып халықаралық турнирдан 2-ші орын алып келді. Соның бәрі осы біздің артымыздан ерген елдеріміз. Алла бұйыртса енді Азия чемпионатында, Құдай бұйыртса мирда осы Қазақстанның намысын қорғайды. Сондай шәкірт тәрбиелеп отырған, осы қасиетті қара шаңырақты кереметтеп тұрып, гүлдендіріп ұстап отырған Нұрбақыт ағайымызға, Аллаға мың алғыс, сізге мыңда бір рахмет. Құрметті ұстаздар, мына жақта әлі де сабақ беріп жатыр екен біздің ұстаздарымыз. Сол кісілерге Алла тек қана баянды, керемет жаңағы ұстаздық жол берсін. Мына ұстаздарға мың алғыс. Қандай керемет біз келіп, Нұрбақыт ағай естейміз осылай келейік деп жатыр еді десек, ой, кіргізіп кабинеттеріне қарсы алып, жылылық танытып, қасындағы көмекшілері, ұстаздар жүгіріп, спорт залдың кілтін ашып беріп, мына жерде қызметкерлердің өздері қандай бізге керемет көмек жасады. Мен қарадымда қатты қуандым. Сондай жұмылған жұдырықтай керемет ұжым болып отыр екенсіздер. Алла бағынан сүйіндірсін, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Сіздердің әр ұстаздар, түлектеріңіз жылда осылай келіп, сіздерге сый-сияпат жасап, қуанта берсін. Ол бір күн ғана емес, ұстазға 1000 жыл тағзым етпекте жараса соған сіздер лайықсыздар. Біз Алматыға жиналып отырайық деп жатыр екен көп 20 жылдықтар. Жоқ, біз Алматының ресторанына да отырмаймыз. Біз ешқандай не қылмаймыз. Біз мектебімізге барамыз, өзіміз ауылымызға барамыз, ауылап өскен топырағымызға сол жерге барып, бүкіл іс-шараны сол жерде өткіземіз деп ұстаздарымызға осы жаққа алып келдік. Алла разы болсын сіздерге. Рахмет.
Анандайсың мектебім, сен де өсіп көркедің, сенсің өмір мектебім. Ыстық мектеп партасы, оқулығы картасы, мұнша қызық болғаны мұғалімнің арқасы. Алғыстарым көп менің, асыл ана мектебім. Енді бір жас қана айырмашылығы бар, үзеңгілес тең өскен қымбатты 83-тер. Алдағы сіздердің 20 жылдық бізден де мағыналы нәтижелі болсын деген тілектеміз. Осы мәдени іс-шараны жалғастырып, келесі жылғы 83-терді өзіңіздерді тартуға насихаттаймыз. Бәрімізге белгілі болсын деп, осы туды табыстасақ десек 83-тер келіпті. Бірақ біз оларға міндетті түрде осыны табыстаймыз. Ауылымыз аман, еліміз бүтін, заманымыз тыныш болсын. Тәуелсіздігіміз мәңгілік болсын деген ниетпен 20 жылдық кездесуіміздің салтанатты бөлімін аяқтаймыз. Және айта кететін, құрметті жас түлектер, сендерге сәт сапар тілейміз. Біздің жолымызды беріп, сендер де бір мықты маман иесі болуларыңа шын жүректен тілектеспіз. Енді құрметті ата-аналар, мектеп бітіруші түлектер, 1999 жылғы Оразжандосов атындағы орта мектептің түлектері, қазақ халқы ырымшыл халқымыз ғой, 40-тың бірі қызыр дейді. Басқан қадамдарымыз құтты болып, биылғы 11-ші кластың оқушылары ұмытылған жоғары балалы студент атанып, Оразжандосов атындағы орта мектептің ұжымының беделін көтерсін, мұғалімдердің еңбегін ақтасын, ата-анасын қуантып жатсын. Құрметті 20 жыл бұрынғы түлектер, дәл бүгінгі күнге осындай халге жеткізген алдымен бір Аллаға, екіншіден ұстазыма, Алтыния мектебіне мың алғыс деп, араға 20 жыл салып келіп отырған түлектер, қадамдарыңыз тағы да құт болсын. Бағадан бері айтылған тілектеріңіз қабыл болсын. Сіздерге Оразжандосов атындағы орта мектептің ұжым атынан алғыс білдіреміз. Мектепке жасаған сый-сияпаттарыңызға мектеп әкімшілігі, мектеп ұжымы, Оразжандосов атындағы орта мектептің оқушылары атынан мың алғыс. Сіздер әрине сыйлық беруге міндеттіміз. Десек те ол сыйлық жасап жатса неге қабылдамасқа? Сыйлықтарыңыз бізге құт болып дарысын. Сіздердің мектебім еді мынау мен деп басқан қадамдарыңыздың өзі құр қол келіп мектепті көріп кетсеңіздер, соның өзі мектеп үшін үлкен бір сыйлық. Енді бүгін 20 жылдық кездесуге келіп жатсаңыздар, Құдай бұйыртса араға 30 жылдыққа, 40 жылдыққа бастарыңыз аман, бауырларыңыз бүтін. Осы мектептің алдында тағы да осындай керемет бір кездесуді Аллам нәсіп етсін. Мың рахмет сіздерге. Осымен енді 20 жылдық түлектерді мектепке шақырамыз. Оразжандосов атындағы орта мектептің оқушылары, 9-10-11 сынып оқушылары аралық және қорытынды аттестаттау нәтижесі бойынша Je
болот деп болду. Ал онда отурумда чыгып баскан ийди. Бұрынғы мұғалімдердің сабақты қалай өтіргендігін еске сала айтып берді. Ал ендеше тыңдаңдар. Сабақ басталды балалар. Қазір қай сабақ? Математика. Ал онда математикадан бастаймыз сабақ. Біз оқу жылы аяқталды, оқу жылының соңында математиканың 6 класстан бастай салайын. 6 класстың ең соңында балалар, біз ең соңында қандай тақырып өттік? Екі белгісі бар теңдеулер жүйесін өздірдік. Ал ендеше тып-тыныш. Екі белгісі бар теңдеулер жүйесін қанша түрлі жолмен шешіледі? Дұрыс сөйлеймін. Қандай тәсілмен шешеміз қанекей? Қайтып шешеміз? Екі белгісі бар теңдеулер жүйесінің шешу жолы үш түрлі жол. Бірінші, график. График не келмейсіздер ғой, е? График жолмен шешу. Екінші, алмастыру тәсілімен шешеміз. Үшінші, қолдан сөзді бәрін ұмытып қалғансыңдар ма дейді? Ендеше, Пифагор теоремасын айтып беріңізші. Қайсысын айтасыңдар? Мен айтып көрейінші. Ал айта қойыңыз. Қатарлас жатқан катет Қатарлас жатқан катет еш уақытта катет қатарлас жатпайды. Катеттердің квадраты гипотенузаның квадратына тең. Ал Пифагор деген бізде жарайды, сенің математикадан ұмытпапсыңдар. Онда қазақтың еске алайық, естеріңізде ғой, е? Ал онда қазақтың мен өтеміз сабақ қайнекей? Сөйлем мүшелерін. Ал кім атап береді сөйлем? Қол көтеріңдер. Қабілет бар. Бастауыш баяндаймыз. Сөйлеушілер біледі екен. Енді қосымша деген естіліңдер ма? Қосымша қанша түрді бөлінеді? Иә. Қосымша жоқ. Қосымша деген түрді сөзді жалғана деймін. Ол екі түрді. Сызақ деген не еді? Ал жалғау деген Жіктік жалғау, септік жалғау. Тәуелді жалғау. Ortadaydım, kendimi cümleyle unuttu aslında. Biz bir de olsa oturgan o kızlarımızın bayağı
мектептегі балалар елестеп көз алдымызда. Көзімде жаңа жас табылды. Енді барлық еңбегімді ақтап деп ойлаймын. Менің оқыған балаларым соның ішінде. Bir класста алғашқы бірінші класстағанда 19 деді. 19 ба? 19 болды. 19-да жоғарғы білімді болғанда қуанғаным мен жүрегім жарылып мінекей соның айран сеніп, сол сендерді көріп отырғанымыз өзі екінші қуаныш. Әр уақытта ел жолдарымыз болып, ойлаған мақсаттарына жетіп, отанымыздың нағыз бір қазақ елі мен тұрамын дейтін азамат нағыз қазақтың ел жігіттері болып, әрбір қазіргі неше түрлі қазақтың жігіттері бар ма? Сондай болмайды. Biz Тұрсынхан апайымыздың конфет беріп бәрімізге сабақтың соғысы әлесін. Мына жерде Дастан деген бір бала бар. Кімді бала? Кімді Дастан деген? Дастан деген өкілдің баласы. Нұрқасыны деген. Ең бірінші класста алып келіп бәрі сабақ оқыды. Мен оқымадым, неге жақпадым? Олрамайсың, ұзақ болмайды. Сонда әкімі күнде бәрі сатырдым. Жоғалым өсен тіпті болады. Мынада екі гәмі бәрі қәрчеш. Тіліп білесіз бәрі түсіндіреді. Өмірдің жүріп үйленіп алып, үйге кәміттің бәрі сол ақшыларға тататын ғой. Соғыстарында біздің бар мұғалімдердің бар мақсаты үйдегі балаларды ұмытып кетеміз, өзіміздің балаларымыз. Сендердің жақсы білім алып шыққандарыңды армандаймыз. Сонымен көтердік, сонымен тауға күнге жеткізген, сендердің 20 жылдықтарын көріп отырғанымызға да Аллам жазған шығар. Сондықтан да әр уақытта қолдап ұшып жүресін Алламыз. Арамыздан кетіп қалған балалар болыпты ғой, араларында білесіңдер. Жаңа мамасына да айтты. Болса, бір болса сендермен бірге бұнда болған бірге отырар еді. Олар енді әр уақыттағы қолдасын сендерді ол күннің жарығы болсын олар. Басқа осы ынтымақтардың ешуақытта мен ұйымдастырып жатқандағы ойлаған осындай болады ғой деп. Бұған дейін Алматыда, көбіне Алматыда ресторан көп манадай 20-лықта. Сендер бұған жердің топырағын ескейік, барып көрейік, өзіміздің білім алған шаңырақтың алдында барып өтейік деген армандарының өздері ерекше екен. Соған риза болдым. Мұндай оқушыларды тәрбиелеп өсіргендеріңізге мыңда бір ризамын. Сіздерге де тәрбиелеріңіздің арқасы. Сіздерді көргенде шын өшкен қуаныштымын. Өзгермегенсіздер. Тұрсынхан апай тақтаға шығып, біз шулап атсақ айтады. Сендер менің миымды бүйтіп қырмайсыңдар. Бәрі есімде. Барлықтарыңыздың жаңағы айтқан сөздеріңіз бәрі есімде. Ерғожа ағайдан мұтаға еңбек кабинетіне барған кезде нағыз еңбекқор адам ғой, тұтшы. Шын айтқан кезде. Неше түрлі қол өнерінен, қолынан бал тамған, мысалы Ерғожа ағайымыз отыр. Захан апайымыз parlez-vous français, comment t'appelles-tu? Bonjour, assieds-toi. Кезекші дейді, айтып өтіп. Оның бәрі есімізде. Ол бүгінгі күнге дейін әлі сіздерге көп-көп рахмет. Ол деген сіздердің бізге берген білімдеріңіз, Бәтихан апайымыз, Гүлбану тәтеміз, Тұрсынхан апайымыз, сіздерге көп-көп алғыс, рахмет. Енді мына отырған, жиналған сіздердің балаларыңызда кешкісін осы Гүлдан апай барында бәріміз да. Кешкісін бас қосқан кезде әрқайсысы, мына жерде отырғанның әрқайсысы өз ойларын айтып, өзінің сіздерге деген сағынышын, сіздерге деген тілектерін айтқысы келеді. Ол кешкі жақын ол болады. Жарасады. Сіздерге алыстан, сонау Алматыдан, осы 20 жылдықта осы балаларым келеді. Қатысайын деп келгендеріңізге, ат шаптап келгендеріңізге көп-көп рахмет. Дендеріңіз сау болсын. Әрқашан осындай жақсылықта бәріміз басымыз аман, еліміз тыныш. Кездесе берейік. Еліміз сау болсын. Рахмет сіздерге. Оқушылар өздерінің сыңдарын айтты.
Ал енді мына Гүлжан апай қайда дейсіздер? Гүлжан апай отыр ғой енді. Кешігіп келді ғой. Енді бағана да айтып жатырмын ғой. Мынау бақыт қайда барасың десе, бірлікке барам дейді екен. Сондықтан енді мен мынау кеше спорттық іс-шараны өткіздік. Өйткені әлгі қазақ көкпар беріп, ат шаптырып той жасаған ғой. Аламан бәйге беріп, көкпар беріп, қыз қудырып, ол спорттық іс-шара деген ол қазақтың өзінің бір бөлек батырлардың демалысы. Сондықтан біз алып мына біздің қыздар да патриот, ұлдар да патриот. Осы іс-шара жасайықшы. Біз отырысқа барамыз, ресторанға кіреміз, тамақ ішеміз, кішкене әңгімелесеміз, апайларға тілек айтамыз. Сол ресторанның ішінде қақ болады. Одан да біз халыққа келгенімізді көрсетейік, жастарды, үлкендерді спортқа тартайық. Спорт арқылы бір-бірімен ауызбіршілік күшейсін, салауатты өмір салтын насихаттасын деген мақсатта біз алдықта енді шамамыз бір спортқа, екі спортқа ғана жетіп тұрды. Содан кейін әйтеуір мына бірліктің арқасында, ана шекараның ар шетінде жүргендерді, бер жақтағыларда бәрі бірігіп болды, жасаймыз. Біз қолдаймыз деп мына 100% бәрі қосылып, бір жағдайлармен ғана, семья жағдайларымен ғана келе алмай қайт, басқа бір қыздар, басқалардың бәрі жиналды. Керемет енді. Кеше іс-шарамызды өткіздік. Спорт залда доп ойнап жатыр. Мына жаққа ұлдар, қыздар мектептің жүгірттік, жүлделерін бердік, медальдарын тартық, ақшаларын бердік. Ана төмен жақта Доңкөл төрең алдында бір поляда футбол ойнап жатыр. Спорт мектебінде тағы бір поляда жиналып, жаңа футболдан жарыс болып жатыр. Қаладан ағылған адамдар ауылда 20 жылдыққа Жандос мектебінің түлектері жүлде беріп жатыр деп. Қандай керемет. Мына мектептің алдында деген жаңа машина өтетін қоятын орын болмай қалды кеше. Сондай бір іс-шара жасадық. Халыққа осындай сіздер тәрбиелеген, сіздер аттандырған жақсы жігіттердің, қыздардың арқасында сол нәрсе өтті. Әлгі тәрбиесіз берілген білім, ол адамзаттың қашауы дейді ғой Әл-Фараби атамыз. Ол міне білім мен тәрбие екеуі қатар болған кезде ол нәтижесін береді. Біз сол алып сіздердің берген тәрбиелеріңіз арқасында халыққа сондай бір ас берейік, бата алайық үлкен кісілерден. Артымызда бітіріп жатқан түлектерге тілек айтайық деген мақсатта өткіздік. Керемет. Жақсы өтті, өте жақсы өтті. Енді бүгінгі іс-шарамызда жаман емес. Енді сіздер қандай сый жасасақ та лайықты кісілер сіздер ғой. Сондықтан енді сіздерге сыйымыз таусылмайды әлі. Алла бұйыртса аман болыңыздар. 25 жылдығымыз, 30 жылдығымызда Алла нәсіп етсін сіздер отырды. Сіздерге подарок жасайық. Сондықтан сіздер сыйлап Алматыдан келген ұстаздарға мың алғыс. Бізді сыйлап. Сіздер келмеймін десеңіздер де біз өкпелемес едік қой. Үлкен бастарыңызды кішірейтіп, біздің кішкентай шәкірттеріміз бір мынау дастархан жайып, күрчегін чай берген жатыр екен ауылда деп, біздің бір кішкентай ықыласымызды қабылдап келгендеріңізге сіздерге мың алғыс. Аман болыңыздар, отбасыларыңыз аман болсын. Жұмыста әлге табысты болсын, үбірлі-шүбірлі болып, немере шөберелеріңіз көп болсын. Сіздердің жолдарыңызды бізге берсін. Мен өзім де ұстазмын ғой. Мені де іздеп келіп отырса қандай жақсы. Аман болыңыздар, кешкісін дастарханымызды өсіріп. Әшрafым деген өсірмеген спорт сонда су жоқ. Есебімнің барынан сағат адам мұз әкеліп көне қойып, сөйтіп өсіріп. Сол кезде енді өте қатал көкірден қолымыздың енді мына көкіріп тұрғанның өзімен қатты қуанып тұрмын. Өйткені енді өсімдік деген енді өмірдің өзі өмірсеткен адам өмір сүрмейді. Бәрі табиғатпен байланыстымыз. Сондықтан енді мен көп сөйлемей ақ қояйын. Қырғыздық кездесуде болдым. Жаңа келді ғой осы мектептің тарих мұғалімі. Ноғайбаев Құдайбергеннің. 30 жылдық кездесуде болдым. 20 жылдық кездесуде болдым. 15 жылдық кездесуде болдым. Ана 20 жылдық кездесу бір ерекше кездесу болды. Жаңағы бұл жерде тәрбиелік мәні зор болды. Енді ол кездесулерді мен жаман деп айтпаймын, бәрі де жақсы. Бірақ соның ішіндегі мақтағаным емес, бірге мақтамайды, қазақтар көзін мақтамайды. Сол әсер ететін, жаңағы оқушыларға да, осы мектептің ұжымына да бізге де әсер беретін ерекше кездесу болды. Оның өзі сендердің білімдеріңнің барлығын, сендердің адамгершіліктерің, мына көкіректе
айтқандарын барлығын дәлелдейді. Әйтпесе кез келген адамнан осындай ақылмен өтейік бүйтейік деген кездесіп шыға алмайды. Енді жаңағы алғашқысын Алматыда бастап қойдық. Енді менің айтайын деген сендерге көп рахмет. Бір семьяны ұстаған әке болып отырсыңдар, ана болып отырсыңдар. Кеше балалармен бірге келе жатыр. Жаңағы енді кеше кішкентай болса өзінің бөпесіне бүйтіп келе жатқанда жүрегімнен жүрек өтеді. Мыналарды ана болған екен ғой, мыналарды әке болған екен ғой деп. Сол енді міне 40 жасқа келсем деп олар үйлендіресіңдер, оққа сүресіңдер. Біреуі біте берген екі кісі шығады. Оққа сүресіңдер, сосын үйлендіресің, сосын жаңағы оның баласын солай. Енді осы ұйымдастырушылар барлық балаларға бәрін ұйымдастырушылар. Оның ішінде ерекше көзге көрген балаларға мен жаңа мына Беріктің мамасына рахмет айттым, бетінен сүйдім. Беріктей бала туғаның үшін рахмет деді. Сол сияқты жаңағы Жанат қайда? Қайда? Жанаттай бала туған ыс балаға рахмет. Бүгін енді ол кісінің көзі жоқ. Bir кезде бір салт дәстүр жөнінде тәрбие сағатын өткізіп екі класстың ата-анасы жарысқанда Аспанаменен Талғат екен озып кетеді. Сөйтсе жаңағы сол ыстарды қою көріп таппаған еңбек кабинетінен барып келімен кесаптаны сапты ғой. Апай дейді осы келген сабақтарды мына орын алғанымызға деген. Міне оның өзі де жаңағы қарап тұрсаңыз енді Талғатта осы ауылдың бір керемет бір қызметкер болып тұр екенсің. Сол қызметтің баянды болсын. Енді барлықтары осы келген барлық оқушыларына мен тек қана бақыт тілеймін, семьялық бақыт тілеймін. Татулық жаңағы лайықтарымен тату тұрыңдар. Ол бір сағаның өмір өтеді де кетеді. Сондықтан мен барлықтарына ата-аналық бақыт тілеймін. Оның еңбектерінің жемісін көріңдер. Көбінесе жаңағы жақсы жолмен жүріңдер, жақсы жолмен. Алланың жүздеген жолымен жүрсеңдер, ешкім қателеспейді. Өйткені біз негізінде атеист болғанбыз, дінге қарсы оқығанбыз балалар. Ал кейін түсіне келе жаңағы дінге бет бұрдық, намаз оқыдық, сүрелерді жаттадық. Қазір жаңағы бәрін мойындап тұрмыз. Себебі бұл жер тек қана ғылым екен, бір бөлек ғылым екен. Сондықтан көп рахмет сендерге. Енді Алла сендерге амандықпен осы отандарыңа барып жатсын. Ой кездесуге барып естеп, сақтық болсын. Маршалдарыңды ақырын айдаңдар, айналайындар, көп рахмет сіздерге. Осы үймен біз жаңа тойып, нетпетпен, бірақ көңіл арқайып көрдік. Мен ауырып келгем, шынын айтайын. Алматыдан ауырып келдім мен. Сонымен кездесіп болады дегенмен больница қарап, әр жермен алып, ауырып келгем. Жоқ бүгін жүргенім жазып бар. Сол неден ол көңілден. Мысалы, осы жаққа жүрейін деп жүрсем, ауылға барам деген мен айтпады да. Ауылға барам. Ауылға барам деген. Кешін айтпам мен ол өлең алайын. Ауылға барам деген өлең қойып қойыпты. Сонда былай дейді ғой міне. Жол жүрем бүгін, тағы да бүгін жол жүрем. Ел жаққа барам, жүрегім елдеп елжіреп. Ауылдың суы, ауылдың буы аңсап, күйген тірліктің дүрбем шулар шашатты. Шында шашақ дегенбіз. Ауылға барам, бәріне туыс жақта, амалдайды олар, қарамайды олар бар жоққа. Жайлар, бауырым жайлар, жыр жазам, сүйенім тұрып, анам сүйенім шарбаға. Бауырым жайда жыр жазам, сүйеніп тұрып, анам сүйенім шарбаға. Бармасам елге болмайды, тылсымдашам, тіреймін елге маңдайды. Жанымдарым аттанып кеткен келмеске, көз көргендерде азайып қапты болмайды. Давайте. Ауылға барам, бәріне туыс жақта, амалдайды олар, қарамайды олар бар жоққа. Бауырым жайлы жыр жазам, ауылға тұрам деп айтсам.
отбасы орнында бала шағаларым бар. Енді осы ұйымшылдықтарға мыңдап рахмет. Менің классымның ұлдары барлық уақытта бала жасамаған. Өзім 5-ші класстан бастап алдым. 11-ші класты бітірдім. Барлық уақытта жандостықтың көтеріп жүретін жігіттердің бірі менің классым оқушылары. Мінекей соларында осы бүгінгі күні көрсетіп осында. Жоқ, енді мен өзім классыма жоқ, мен осы мектепте 13 жыл істедім. Осы жыл істегенде сол кезде класс жетекші болдым мен. Класс жетекші болған кезде менің ұлдар өте жақсы ұйымшы болды, қабілетті болды, талапты болды, зерек болды. Мінекей солардың арқасында осыны ұйымдастырып жүгіріп, ұйымдастыру деген оңай емес. Оған бір жыл уақыт керек. Ана өзімізді Алматыда ресторанға тақып ауыз ашып жатыр. Мінекей соның өзінде еңбек, үлкен еңбек білгеніміз келді. Мінекей осы осы барлық ұлдарға, қыздарға рахмет айтамын. Өстіп сонша жерден ұйымдастырып, жан-жақтан келіп жатқандарына менің басымда ғасил Абдырахман келіп жатыр, тақтақ жан-жақтан келіп жатқандардың баршаға осы менің сыныптастарымның 20 жылдық еді. Мінекей осы 20 жылдыққа барайын, көрейін, қандай болды екен. Тек мысалы қазір алдыңғы балаларының сендер 36 жасқа келіп сол кезде мен көптеп енді соны көрейін деп келіп жастар неге қандай жақсы 20 жылға дейін кездескеннен кейін. Мінекей менің классымның алтындай ұлдарына, қыздарына, осы барлық 2 класстың, Сақан тәтенің класстарының қыздары да, осы 2 класс өзі жақсы болды, иә? Өте жақсы, өте алтындай болды. Солардың көрсетіп тұрсыздар мінекей. Мыңдаған рахмет сендерге. Енді әлі де болса, талаптан таудай болсын, биік шыңдардың басынан көріңдер. Еш уақытта жамандық көрмеңдер. Сендер таудай талап берсін, әлі де болса. Сендерге кетпес байлық, қайтпас ырыс берсін Алла Ассалаумағалейкум. Пәтуелі сөздің парқын білген, болар істің артын білген, бетші жарқын келген. Иманын айтып, иландырып, Алласын айтпасын ішкен ардақты ағайын. Баршаға белгілі, міне қазақ деген ұл өсімнен тараған. Алланың өзі қараған, бесігін қыдыр тербеткен, киелі бүгінгі 20 жылдық кездесу кеші болып жатқан жағдай бар. Шаңырағы аталы, дастарханы баталы, бесігін қыдыр тербеткен киелі бүгін ауылымызда дүбірлеген той. Бүгінгі күн қуаныш, бүгінгі күн береке, бүгінгі күн біз үшін таусылмайтын мерекеде, мерекелі кештің берекелі дастарханына қош келдіңіздер. Кеше ақылды ақылдардың сынығындай, кешегі құлагердің құлынындай, Бәтихан апамыздан әмин деп баталайға дастархан. Оң жағына қарасам, алдынан керек орналсын. Сол жағына қарасам, үстен тербелек орналсын. Аман болсын, мал бассын. Дастарханың мол болсын. Қайда жүрсең алдынан, жатпаған жол болсын. Ендеше бүгінгі берік ағамыздың сұрауы бойынша қасиетті Рамазан айында осы күнге жете алмай кеткен құрдастарымыз, сыныптастарымыз бар. Bir еске алып Құран бағыштасақ деген ниет мақсат отырған жағдайымыз бар. Ендеше қазақ бісмілләсі табақтың үстінде, альхамдулилләсі астында қалған қазақтың ұрпағымыз. Ендеше мен Құран бағыштап берейін. Сіздер сол бауырларымызды бүгінгі күнге жете алмай кеткен, бүгінгі күнді көре алмай кеткен сыныптастарымызды, бүгінгі бауырларымызды бір еске алсақ деген ниеттеміз. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
Alhamdulillahi Rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya sansız kalamның иесі, күллі әлемнің рабысы қияметтің елісі Аллах Тағала бір өзіңе шүкіршілік, бір өзіңе тәубә. Алла осы оқыған Құран сүрелерінен, Құран аяттарынан болған сауапты, ұстаған 30 күн оразаларымыздан, я Алла болған сауапты, пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям рухына, және оның серік сахабаларының рухына, әуелгі адам ата мен Хауаның рухына, екі дүниенің шам-шыры болған барша пайғамбарлардың, барша сахабалардың, барша осы жерде әмин деп қол жазып отырған апаларымыздың, ағаларымыздың, әпкелеріміздің, ата бабаларының от мегіткендері сол кісілерге жеке рухы шәріптеріне бағыштадық Аллахым. Я Аллах Тағала бұл жерде әмин деп қол жазып отырған момын мұсылмандардың, я Аллах Тағала дұға тілектерін қабыл етіп, я Аллах Тағала сол марқұмдардың жатқан жерін жайлы топырақтарын торқа, қабірлерін кең алдына пейіш артын арсы қылуға нәсіп етпейсің Аллахым. Я Аллах Тағала айрықша Нұрсәлім қызы Жауһар, Тоқтар ұлы Марлен, Искендер қызы Эльзира, Жалбиев Мұрат, Гүлдана, Гүлфара сыныптасымыз. Сыныптастарымыздың, құрдастарымыздың рухы шәріптеріне бағыштадық Аллахым. Я Аллах Тағала бұл кісілерді жәннатта, я Аллах Тағала жәннатта болуын Аллахым нәсіп еткейсің. Я Аллахым, осы Рамазан айындағы дұға тілектерімізді қабыл етіп, сол марқұмдарды жәннатта райан қақпасына Аллах Тағала кіргізуді нәсіп ет. Я Аллах Тағала, осы отбасыларымызбен, әке-шеше қарындас бауырларымызбен, ұстаздарымызбен, бауырларымызбен, құрдастарымызбен жылдан жылға, Рамазаннан Рамазанға, оразадан оразаға, отбасыларымызбен аман-есен Аллах Тағала қауышуды нәсіп ет. Келер күндерімізді қайырлы, әр ісіміздің қайырлы, берекелі болуын Аллахым нәсіп ет. Аллахым Раббана атина фи дуния хасанатан ва фи ахирати хасанатан ва қина азабан нар. Раббана агфир ли ва ливалидайя ва лил муъминина яума якумул хисаб. Рабби ла тазарни фарду анта хайрул варисин. Рабби хабли мин ладунка зурриядан тайба иннака самиуд дуа би рахматика я архамар рахимин. Аллаху акбар. Иншаллах. Халқының өз айтқанын қайталаймын, көбігейген қазақтың қарөлеңі шекпен жауық бүгінгі. Шәкірттеріңіз ұстаздарға қайтарыз деген ниетпен ортаға Қайрат Рахман әнші балдарыңыз келіп отыр. Тамаша ән шашумен қабыл алыңыздар. Ауыздарыңыз аста, құлақтарыңыз әнде болсын. Рахман балдарыңыз, тамаша Шәмші ағамыздың бір тамаша ән шашуы сіздерді құрметтейміз.
баянына келіп, домбырасына келіп жеті өлең айтты. Тағы да төрде отырған кісілерден сұрап отырып, тағы да өлең айтайық па десем, жаңаға кісілердің айтқаны ғой. Айтсаң айта бер, айналайын, бәрібір сендерді ешкім тыңдап отырған жоқ деді. Сол сияқты болып жүрмесін, көтерем тегі күш беретін айқай-шу қошеметтеріңіз болса, мен сіздерге Өмірқұл Анияз ағамыздың Байтақ ел деген тамаша әнін сіздер астауып отырған кезде тарту етейін. Қабылдаңыздар. Материалдар жиналды. Соның қазір өздеріңіз тамашаласаңыздар болады. Сыныптастар, ұстаздар, бүгін мейрамдарыңыз құтты болсын. Қазақ айтады,
Мықты отырмын, ренжімеңіздер. Енді мен сөзге шорқақпын. Бұл бейнероликті біз дайындаған себебіміз кішкене осы 20 жылдан осы 20 жылдық аралығында бір ескерткіш ретінде, сосын естелік ретінде, сосын балалық шаққа саяхат. Сол мектеп кезіңіздегі кездерді еске алу. Сондықтан мұғалімдер сіздерге көріп тұрмын, ұстаздар. Көріп тұрмыз сіздерге, көріп жүрсеңдер, жақын келіңіздер, тамашаласаңыздар болады.